Жантақ бұршақ тұқымдасының туысы. Оны бұталы немесе көп жылдық шөптесін өсімдіктер қатарына жатқызуға болады. Сабағының төменгі жағында тікендері қысқа әрі мықты. Жоғарғы тікендері жіңішке шөп тәрізді. Ұштары жоғары қараған. Оның жапырақтары сопақша, шеттері бүтін, сабақтары мен тікендерінің түп жағында орналасқан. Гүлдері қызыл түсті, гүл сабақтары ұзын, гүл тостағаншасы қоңырау сияқты әрі тістері бар болып келеді. Жантақ жапырақтарының топтамаларының кішкентай және түкті болуы ыстыққа төзімділігін арттырады. Жантақтың тамыр жүйесі кіндік тамыр болғандықтан оның тамырлары өте тереңдеп кетеді. Жантақ тамырларының ұзындығы 25-30 см-ге дейін жетеді. Жантақ тамыры арқылы көбейіп отыратын көп жылдық өсімдікке жатады. Жантақтың кейбір жапырақтары түрін өзгертіп тікенге айналады. Жантақ өсімдігі тамыз айында гүлдейді, қыркүйек-қазан айларында масақ түсіп дайын байлайды. Оның дәні құрғақ, қоңырқай түсті. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Біздің оңтүстік аймақта өсетін жантақ түйетікен деп те аталады. Оның себебі түйе малының ең сүйіп жейтін шөбі болғандықтан верблюжья колючка деп те атап кеткен. Жантақ өсімдігінің құрамында С витаминін, каротин, эфир майлары, глюкозидтер, қант, суда еритін органикалық заттар С және К дәрумендері, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Медицина саласында жантақтың жер бетіндегі бөлігі пайдаланады. Жантақ сабақтарының құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, теріс шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалатын тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа, тас байлағанда пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап алып, суға қайнатып, асқазан ішек ауруларына қарсы ішеді. Тамырын да суға қайнатып, тізе, буын ауруларында, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдаланады. 20 грамм тамыр үгіндісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут бұқтырып, сүзіп, ас алдында әр жолы 3 қасықтан күніне 3 рет ішеді. Мұны бүйректе тас құм байланса, жүрек қызметі нашарлағанда, дене ісік шықса, ас алдында бір ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет. Жантақтан қайнатпа отвар жасайды. Ангина, экземаларда, әйел адамдардың спецификалық ауруларына қарсы, асқазан язвасында қолданылады. Жантақтың суыққа қарсы, ыстық сүретін, жөтел басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар екен. Жоғарыда айтып өткендей, түйетікен, яғни жантақ түйе малының сүйіп жейтін азығы. Түйе түлігінің өндірілетін шұбат пен қымыранның адам өміріндегі ас ретінде қолданылуынан бастап, ағзаның иммунитетін көтеретінін, кейбір жеңіл науқастардың бойға дарымауына септігі мол екендігі өмір тәжірибесінен көрсетіп жүр. Сондай-ақ адам бойындағы күш-қуатын арттырып отыратындығы ерте заманда-ақ белгілі болған. Біз сөз етіп отырған жантақ өсімдігі әсіресе оңтүстік Қазақстан облысының таулы аймақтарында, жартылай шөлейт алаптарда, атап айтқанда Түркістан, Ордабасы, Бәйдібек, Созақ аудандарының далалы алқаптарында қалың болып өседі. Осы жерлердің экологиялық жүйесін қорғауда да жантақ өсімдігінің маңызы зор. Қорыта айтқанда, жантақ өсімдігінің қасиеттері табиғат сыйы. Оны орынды пайдалану біздің міндетіміз. Туған жердің тасы да ыстық демекші, өлкемізде өсетін жантақ өсімдігінің пайдасын игілігімізге орынды пайдалану өскелең ұрпақтың борышы.